Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен бірінші кезең 15-ші есепті талдаймыз. Айгерім мен Тоғжан бірге 40 кг, Толқын мен Меруерт 50 кг, Меруерт пен Батырхан 90 кг, Батырхан мен Данияр 100 кг. Данияр мен Айгерім 60 кг болса, Айгерімнің салмағы қанша дейді. Мына сол күйінде шығаратын болсақ, мына жерде бірінде Тоғжан делінген, бірінде Толқын делінген. Сол күйінде шығарсақ, мына төрт варианттың кез келгенін қойсақ та дұрыс шыға береді екен. Енді мына Тоғжанның орнына Толқын деп жазайық. Тоғжанның орнына Толқын деп жазайық. Сонда есеп мына барлығы емес, бір ғана жауап дұрыс болады екен. Енді қалай шығарамыз? Мысалы, Айгерімді А деп жаза салайын, Толқын барлығын қосып жіберем, мына жерде берілгендер. Айгерім мен Толқынды жаздым. Ол қаншаға тең? 40-қа тең. Қосып жібереміз тағы да, мына жақшаға ала салайын. Толқын мен Меруертті плюс М дей салайын. Толқын мен Меруерт. Енді Меруерт пен Батырхан. Және Батырхан мен Данияр. Сосын Данияр мен Айгерім. Данияр мен Айгерім. Барлығын қоссақ, енді мына сандарында қосып шығайық. 40, 50, 90, 100, 60 болды. Сонда барлығы екі реттен қатысып тұр. Сонда 2 көбейтілген А плюс Т плюс М плюс Б плюс Д болды. Сонда 5 адам бар. Айгерім, Толқын, Меруерт, Батырхан, Данияр. 5 адам бар. Солардың барлығын қосып жіберсек, мына салмақтарын 40, 90, 180, 280, 340 болады екен. 340 болады. Енді мына 2-ге бөліп жіберек оны. Мына 2-ге көбейіп тұр ғой, 2-ге бөліп жіберсек, А қосылған Т плюс М қосылған Б плюс Д тең болады екен, 170 болады екен. Ауызша бөліп жібердік. Енді бізге Айгерім қажет, сондықтан Т қосылған М деген бар ма бізде? Толқын мен Меруерт. Мынаның орнына 50-ді қоюға болады. Б қосылған Д. Батырхан мен Данияр, мынаның орнына 100-ді қоюға болады. Сонда 150 А қосылған 150 тең болып 170-ге. А тең 20 болады екен. Айгерім салмағы 20 болады екен. С вариант дұрыс болды. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.